Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге жаңа Қазақстан. Бүгін сіздермен байланысқа шығып отырған дос көшім және мен Расул Жұмағұл. Өкінішке орай біздің үшінші досымыз, әріптесіміз Әміржан Қосанов денсаулығына байланысты осы басқосуға қатыса алмай отыр. Десе де біз өзіміздің жұмысымызды жалғастырамыз. Әдеттегідей өткен аптада болған ең елеулі оқиғаларға тоқталмақпыз. Ондайлары осы аптада аз болған жоқ. Әлбетте бұл Белоруссиядағы жағдай, Ресейдегі, мынау Хабаровскіде әсіресе толастамай отырған ереуілдер. Сонымен қатар Қазақстанда да бірталай шаруалар болып жатыр. Оның ішінде кеше ғана мінекей Айсұлтан Рахаттың, жас азаматтың қыршын кетуі, қайтыс болуы, мынау пандемияның, коронавирустың қазір тәлкегі және Ресейден соның ойлап шығарылған мыс дәрісін Қазақстанға жеткізу. Басқа да тақырыптар, бірақ ең негізгі бүгінгі назар аударатынымыз меніңше Белоруссия болу керек. Себебі бүкіл әлемді, оның ішінде Қазақстанның назарында ең алдымен осы Белоруссиядағы президенттік сайлаулардан кейінгі жағдай. Соңғы бір аптада билік пен тек қана оппозиция емес, халық арасында болып жатқан осындай текетірес, өкінішке орай қантөгіс те орын алды, жарақаттанғандар өте көп. Жағдайдың ары қарай қалай жалғасын табатынын қазір болжау өте қиын. Десе де біз өзіміздің пікірімізді ортаға салып көрейік. Дос аға. Ассалаумағалейкум. Менің ойымша ең басты сұрақ Белоруссияда оппозициялық бір не ресми тіркелген не болмаса бір үлкен ұйымдар жоқ. Оның бәрін Лукашенко 90-шы жылдардың аяғынан бастап бәрін жойған. Сол уақытта оппозициясы мүлдем жоқ. Елдің дәл осындай халықтың көшеге шығуы бір ерекшелік деп ойлаймын да, мен ең бірінші ерекшелік деп. Мүмкін оппозицияның болмаған дұрыс та шығар. Егер оппозиция болса, Тихановскийдің аяғынан тартып, ол жаман, мынау, ол үй шаруасындағы әйел деп жамандап, мүлдем басқаша реңк берілмеді. Бірақ әңгіме Тихановский бір нәрсені көрсеткен сияқты. Әңгіме Лукашенкоға қарсы алғаш рет үміткер түсті да, халық қолдады оның бәрін. Демек, халық белгілі бір дайындықта болды, белгілі бір қарсылық деңгейіне жетті деп ойлаймын. Бұл жерде әркім әртүрлі айтады, біреулер айтады, ойбай бұл шетелдікі, Чехия, Евросоюз деймау, біреулерден Мәскеу деймау, біреулер ұйымдастырды деген. Бізде де осындай мәселені көп айтады, бірақ өткен сайлауда Құдайға шүкір айтылған жоқ. Менің ойымша Белоруссияда бұл әңгіме шындығында Украинамен салыстырған уақыттарда ондай әңгіме айтуға болмайды сияқты. Себебі Белоруссияда керек десеңіздер соғыс қоры да жоқ, керек десеңіздер ақш-тың елшілдігі де жоқ. Белоруссия Лукашенко оның алдында айтты ғой, мен тазалап қойған. Сондықтан бұл жерде белгілі бір әсер ететін қоғамдық ұйымдар, бір демократиялық бағыттағы ұйым деген атпенен шетелдің қот-қоттап отыратын мәселесі жоқ. Бұл жерде халықтың өзі шыққан. Бұл бір тағы бір ерекшелігі деп ойлаймын. Енді қазір тағы да бір кезек-кезек бірімізге бір сөз беріп отырайық. Мен үшінші бір ғана бір нететін еске салып кететін нәрсе. Былтырдан көрі, өткен сайлаудан көрі биыл Лукашенконың жеңісін құттықтағандар екі есе аз болды. Мен ойымша қазір әр кетсе бір 10 шақты ел ғана құттықтады. Оның ішінде бірінші болып Қытайдың басшысы құттықтады Си Цзиньпин, екінші орында біздің Тоқаев болған, маған ыңғайсыз жағдай қалды. Үшінші Путин құттықтады. Енді алғашқы үшеуді айтып кетейін деп отырмын. Неге ыңғайсыз жағдай қалдырды? Жалпы саяси мәдениеттілік бойынша сайлаудың қорытынды нәтижесі жұма күні шығады. Жұма күні ғана жаңағы сайлаудың нәтижесі шыққаннан кейін құттықтау керек еді. Ал жаңағы құттықтаған президенттердің бәрі сайлау болған күннің ертеңіне сағат 10-11-лерде құттықтай бастады да, бірімен бірі жарысып. Және ең қызығы, бір жағынан күлесің бе, жылайсың ба, сонымен қоса мен өзіміздің ресми хабарлардан Тоқаевтың құттықтағанын естідім. Мен ойымша бұл мүлдем бір ыңғайсыз жағдайда қалдыратын сияқты, бір елдің екі президент құттықтаған сияқты болып көрінеді. Мен ойымша, ескі бұрынғы жолдасы шығар, кеңес үкіметі кезінде бірге араласқан шығар, қанша жыл президент болғанда араласқан шығар, енді оны жолдасы есебінде телефонмен құттықтап қоя салуға болады. Оны ресми түрде жариялау, мен ойымша, бұл көмекшілерінің қателігі ма, жоқ әлде біздің сыртқы істер министрлігінің қателігі ма, мен өзімше осы жақсы деп ойламаймын. Мен алғашқы жаңағы бір бағытын ғана айтып кетіп жатырмын, енді сен өзің әрі жалғастыр, содан кейін барып мен өзім әрі қарай қалған пікірлерімді айтамын. Енді шынымен соңғы 7-8 күнде бүкіл әлем осы Белоруссияға қарап отыр. Жаңағы текетірес, қақтығыстар, билік пен оппозицияның арасындағы енді
біздің азаматтарымыз, Қазақстан азаматтары бұл жағдайды теледидар арқылы, әлеуметтік желілер арқылы жіті бақылап отыр. Сондықтан болған оқиғаларды қайталаудың бәлкім қажеті жоқ шығар. Бірақ ең негізгісі, менің ойымша, соңғы 7-8 күнде болғаны, сол сайлаудың алғашқы нәтижелері жарияланғанда бірталай азаматтар соған наразылығын білдіріп көшеге шыққанда, Беларусьтың басшылығы, ең алдымен Лукашенко, оларды басып жаншып тастауға барлығын салды. Бұл жерде мойындау керек, басқа елдермен салыстырғанда Беларусияда мынау күштік құрылымдар, қауіпсіздік құрылымдары өте мықты, өте күшті. Барлық қаржысын, барлық мүмкіндігін соңғы 10-20 жылда Лукашенко осыған аямай салды. Тіпті бұлардағы мынау КГБ дегеннің өзі сол совет заманынан өзгермей атын сақтап қалды, КГБ дегені. Бірақ алғашқы 1-2 күнде бұлар ойлағандай, билік ойлағандай тойтарып тастай алмады. Аяусыз соқты, кәдімгідей фашистік әрекеттерді алға тартты. Ресми деректер бойынша 7.000-ға жуық, бейресми деректер бойынша одан да аса адам жаңағыдай ұсталған, түрлі жағынан оларды қинаған, тағысын тағы. Десе де соған абдырамай, одан кейінгі күндерде жастары, басқалары шықты, және ең үлкен қателік меніңше осы болды. Студенттерді, жастарды жаңағыдай аяусыз қысым жасағаннан кейін, соққыға алғаннан кейін, кезінде Украинадағыдай жағдай қайталанып отыр. Олардың жақындары, туыстары, достары барлығы шығып, кеше ғана Минскінің орталық көшелеріне 200 мыңнан астам адам шыққаны. Бұның арты енді қалай болатындығы айту өте қиын. Әрине, мынау әлеуметтік желілерде жиі естіп жатамыз, осымен Лукашенконың шаруасы бітті, осымен кететін болды деген. Меніңше нақтылап айту қиын. Әрине, осы өзінің құқықтарын, өзінің бостандығын, өзінің абыройын ойлап көшеге шыққан беларустарды, қарапайым беларус халқын әрине барлығымыз тәнті болып отырмыз. Барлығымыз осы беларус халқының осы қозғалысы нақты бір қан төгіссіз демократияға, әділ қоғамның орнына алып келгенін қалаймыз. Бірақ өкінішке орай тарихта басқа мемлекеттердің тәжірибесін қарайтын болсақ, жағдай олай оңай шешілмейді, өкінішке орай. Көп жағдайларда қан төгіс орын алады. Билеуші диктаторлар өз еркімен кетпейді. Кезінде араб көктемі оқиғаларында қаншама қан төгіс болды. Ливия болсын, Мысыр болсын, Сирия болсын. Оның ішінде жаңағыдай халыққа қарсы шыққанның өзінде ұзақ мерзімге осындай текетірестің сақталатыны мысалы Венесуэладан белгілі. Соңғы 3 жылда бұлардың президенті Мадуроға халқының басым бөлігі қарсы шығып отыр. Венесуэланың оппозициясын сырт әлем, әсіресе Америка құрама штаттары тікелей қолдап, сүйемелдеп отыр. Десе де, Мадуро биліктен кетер емес. Болмаса Сирияны алып қарайық. 2011 жылы басталған осындай халықтың ереуілі, көтерілісі әлі күнге шейін толастамай, Башар Асад қаншама қан төгіс болса да, қаншама босқын болса да билік басында отыр. Әрине Беларуста бұндай жағдай қайталанбасын деп тілейік, бірақ осындай жағдайларды назардан шығармаған абзал. Енді ең бастысы болжамдар келтіру, Беларустағы жағдай қалай ары қарай өрбиді. Бұның арты Беларусьқа, жалпы бұрынғы ТМД кеңістігіне қалайша әсер етеді. Қазақстан бұл жерде қандай ой қорыту керек? Қазақстан қоғамы, оның ішінде Қазақстан билігі осы әрекеттерден ендігі сөзді мен Досаға осы төңіректе өзіңізге ұсынайын деп отырмын. Былайда женже айтып жатсаң, басып жаншудың өте бір қатыгездік жолменен жүргізілген. Және оны барлық әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары айтып жатыр. Әсіресе айтып жатқандар бұл жарқырауыш граната мен резина оқтың пайдаланғанын. Мен сол уақыттарда ойлаймын да, біз бұл жөнінен менің ойымша Белорусияны баяғыда басып өздік. Бізде алғаш рет граната менен резина оқты шаңырақ шайқасында қолданды, пайдаланды. Біз оны дәлелдеп бердік сотта. Қысқасы, Қазақстан басып жаншу жөнінен менің ойымша Белорусиядан кем түспейді. Ол шаңырақ шайқасында резинка оқ қолданса, Жаңаөзенде соғыс қаруын қолданды, оны бәріміз де білеміз. Сонымен қоса мен бақылаушы есебінде осы сайлауда Белорусияда қандай бір ерекшелік болды, қандай бір айла тәсіл болды дегенге көңіл аударғым келеді азаматтар. Себебі осыны кейіннен біздің мемлекетте пайдалану мүмкін, біздің де билік пайдалану мүмкін. Екі жағы да пайдалану мүмкін. Біздің жаңағы сайлауға түсетіндер де, билік те пайдалану мүмкін. Бұның біріншісі мынандай бір қулық жасалды. Халықаралық бақылаушыларды кешеуілдетіп шақырды.
Белоруссия. Халықаралық бақылаушылар оған дайындалып, келісім беріп үлгере алмай қалды. Сондықтан бұл сайлау Белоруссиядағы халықаралық бақылаушылардың қатысуынсыз өтті. Бұл өте бір қызық жағдай болды. Енді негізінен соларды арқа тұтатын еді. Әрине, біздің Евразиялық одақтан, СНГ-дан, Шанхай ынтымақтастығы деген сияқты жаңа қолдан құрылған біреулердің келіп, идеологиялық тұрғыда Белоруссияның билігін жақтап, сайлау жақсы өтті деп болып жатыр ол. Россия жағынан да, басқа жағынан да, бірақ негізінен жаңағы Евро одақтан, тағы басқа жақтан бақылаушылардың болмауы. Екінші өте бір жасаған тәсілі Лукашенко жағының. Бұл алдын ала дауыс беру. Алдын ала дауыс беру бір апта басталды да, ұмытпасам 42-43% алдын ала дауыс беріп қойды деді. Бұны бақылау өте қиын. Алдын ала дауыс беруді. Сондықтан осыны тиімді пайдалана білді билік жағы. Сөйтіп, мені Лукашенкоға дауыс бергендердің көпшілігі алдын ала дауыс бергендер деп, дауыс беретін күні бақылаудан тыс өткізіп алды жартысынан көбісін. Бұл өте бір билік үшін тиімді жасалған жұмыс болды. Менің ойымша Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы да келешекте осыны алу әбден мүмкін да, себебі бұл билікке өте жақын, өте керек деген. Одан кейінгі тағы бір қолданған тәсіл деп ойлаймын, оны біздер де қолдандық. Біздер оны басқаша қолдандық. Бұл экзит пол. Белоруссияда экзит полға бір қызық ат берді. Ресми экзит пол деген сөз шықты, официальный экзит пол. Жалпы экзит пол дегенді көбінесе қоғамдық ұйымдар жүргізеді. Кез келген мүмкіндігі бар, қаражаты бар, грант алған ұйымдар Қазақстанда мысалы 2000-ші жылдары оны жүргізе берді, кез келген уақытта. Әлесінде Асип жүргізеді көбінесе, Бектұрғанова бастаған. Ал өткен жылғы сайлауда бізде бұған белгілі бір шарт қоятын болды. Бірдеме жыл бойы осындай жұмыс істелу керек деп жаңағы зерттеу агенттіктеріне шарт арқылы алып, сөйтіп бір ғана агенттікке берді. Ал шындығында мен сол уақытта облыстарлаған уақыттарда әрбір облыстың өзіндегі жігіттер экзит пол жүргізіп, мысалы Әміржан Қосановқа халқымызша бергісі келеді екен деген нәрсені алдын ала жасай бастап еді, олардың бәрін жазалай бастады біздің билік. Дәл сол сияқты бір не дейміз, осындай бізге ұқсас елдерде экзит полдың өзі ресми түрде болар екен. Официальный экзит пол деген сөзді мен бірінші естідім. Шындығында бұл қоғамның бақылауы, қоғамның мониторингі болу керек. Сондықтан осындай аз-азда болса бір сайлаудағы не дейміз, бір сасық құлықтарды да мен өзім көзім шалып қалдым. Енді досыға, Беларусьтағы президенттік сайлаудың өзін, науқанын, оның нәтижесін Қазақстанмен салыстырып отырсыз ғой. Мен де осы тұрғыда Беларусьтағы орын алып отырған жағдайды, Беларусь қоғамын, Беларусь азаматтарына кейбір өзінің сипаттамаларымды беріп өткім келіп отыр. Енді Тихановская оппозицияның түсінігі бойынша, оның есептеуі бойынша айқын жеңіске жетті. Кем дегенде олардың ойынша екінші турға шығуына болар еді. Сөйтіп олар наразылыққа шықты. Тихановскаяның өзіне бірталай қысым жасалды. Оның жаңағы түсірілген видео үндеуін барлығымыз көрдік, қандай қысым жасалып отырғаны, жеке басына, отбасы мүшелеріне, балаларына. Бірақ бір ерекшелігі, жаңағы Тихановскаяның өзі баста сіздер ана көшеге шықпаңыздар, алаңға шықпаңыздар деген үндеуіне қарамастан, Беларусь халқы бұнымен тоқтап қалмады. Бұл ең алдымен Тихановская наразылық үміткері болды. Тихановская сөйтіп айтты дегенмен бұлар қалған жоқ, яғни белгілі бір дәрежеде рас. Беларусь қоғамының өзінің шаршағаны осы Лукашенкодан 26 жыл бойында президент болып келе жатқан. Содан көңілі толықтай қалғандығы, екінші жағынан бір адамға немесе бір көшбасшыға қарап қалмағандығы. Қазақстанда өкінішке орай әлі күнге шейін осындай жағдайлар бар. Биліктен болса биліктің адамына қарап қалу, оппозиция болса оппозицияның адамына қарап қалу, сөздер не айтса соларды мақтай жөнелу, не соларды қаралай жөнелу. Тихановская жаңағыдай үндеулер жасады. Я болмаса жаңағыдай Прибалтикаға кетіп қалғанда бұл жердегі жаңағыдай халықтың наразылығы тоқтаған жоқ. Себебі бұлар өзімізде осы мәселені жасай аламыз, бір адамға қарап қалмаймыз дегені бір ерекшелік. Екінші ерекшелігі менің ойымша өте маңыздысы, жалпы мен өзім мынау саяси мәдениетіне таңғалып отырмын да, Беларусьтың. Қаншама мыңдаған адам көшеге шыққанда бір машинаны сындырған жоқ, бір дүкенге шабуыл жасаған жоқ, оның айдегін шаққан жоқ. Жүрген жерінде алаң көшелердің барлығын өздерінің артынан тазалап жүргендігі,
тазалық сақтап жүргендігі, тіпті мынау көшедегі орындықтарға шыққанда аяқ киімін шешіп шығатындығы енді шын мәнісінде таңғалатын жағдай. Себебі басқа елдерде де көріп жүрміз ғой осындай жағдайларды. Қырғызстанда жаңағы мародерлық болғаны, тонау болғаны, қаншама жаңағыдай тентектік болғандығы, жалпы Беларусь халқының осындай енді постсоветтік мемлекет дейміз ғой, осындай жағдай менің ойымша көп ой түйетін, тіпті үйренуге болатын шаруалар. Қатты ашынып, ызаланып тұрғанның өзінде осындай бір жағынан ұстамдылық, мәдениеттілік, бір-біріне деген қамқорлық ұстануы. Екінші мәселе өте маңыздысы, Беларусьтың енді арты не болады осы көтерілістің? Менің ойымша анық, Лукашенконың өзі рас диктатор, рас авторитарий, бірақ соңғы аптада шектен шықты. Бұнымен оның күні аяқталады. Дәл қазір болмаса да, жақын арада, білмеймін, жарты жылға созыла ма, бір жылға созыла ма, бұл диктатор енді Еуропаның ортасында бұдан былай билігін құра алмайды. Бірақ бұның арты неге алып келеді? Көтерілісшілер сол армандаған әділ демократиялық қоғамға жете ме? Менің ойымша бұл жерде өте көптеген кедергілер бар. Себебі Беларусьтың өзі, қайта бір сипаттама бере кететін болсақ, постсовет елдердің ішіндегі ең бір Кеңес одағынан арылмай қалған, тіпті Ресейдің өзінен асып түсетін Кеңес одағын аңсаушылық бойынша, Кеңес одағын сақтау бойынша, мен өзім Минскіде талай рет болғам, енді Совет одағынан бері түк өзгермегенін байқайсыз да, әдеттерінің, менталитетінің, тағы басқасының. Бір жағынан осы мәселесі. Екінші жағынан Лукашенко, бұл жердегі енді Лукашенконың өзі просоветтік ұстанымдағы кісі, тіпті өткен жолы Белоруссияда Сталиннің ескерткішін қайта орнатайық деген мәселелерді көтерілуі. Тек қана билігі ғана емес, халқының өзіне қарайтын болсақ, бұл жерде кеше жиында Беларусьтың ақ қызыл ақ жалауын көтеріп жүр. Бұл ұлттық өзінің Ресей боданына айналғанға дейінгі жалауы, бірақ осы идеологияны ұстанатын ұлтшыл патриоттары бұл елде кем деген қайта мойындау керек. Тіпті өздерінің Беларусь тілін білетін Беларусь азаматтары өте аз. Оппозиционерлерін санағанда. Мейлі сол оппозиционерлер ертең билік басына келгеннің өзінде қайта көптеген мәселелер бар. Себебі оппозиция жерде көпшілігі сол европалық, демократиялық сарындағы оппозиция емес, қайта мойындау керек, ресейшіл бағыттағы. Олардың серкелерін айтып өтетін болсақ, сол жаңағы Бабарика болсын, Тихановский болсын, Цыпкалы болсын, үшеуі де Ресеймен тығыз байланысты саясаткерлер. Кезінде Бабарика, мысалы, Газпром арқылы тікелей сол Ресеймен байланысы бар адам. Тихановский Ресейде өмір сүрген, Қырымның, Украинаның шығысында болып жатқан соғыс, бұл Украинаның өз іші, Украинаның азаматтық соғысы, Ресейдің қатысы жоқ дегені. Оның атынан сайлауға түскен Тихановскийдің әйелі Тихановская кезінде Қырым бұл Ресейдің территориясы деген айтқаны. Осындай жағдайларда жаңағыдай оппозиция өкілдері билік басына келетін болса, бұлар қаншалықты орыс әлемнің құрсауынан шығып кетеді. Тағы үлкен мәселе. Ендігі көпшілікті алаңдатып отырған жағдай Путин. Осы мәселеге Украиндағыдай араласа ма? Әскерін енгізе ме? Жаңағы жасыл адамдары Беларусьта пайда бола ма деген мәселелер, меніңше Украинадан Путин қайта бір сабақ шығарғандай. Ол үшін Лукашенкомен арасындағы достық, немесе жаңағыдай текетірес шешуші мәселе емес. Сондықтан қалай болғанда да бұлар жаңағы оппозициямен, ресейшіл оппозициямен қайта ауыз жаласуы әбден ықтимал. Ресей бұған дейін талай рет көрсетті Путиннің билігі. Осындай бұрынғы өздерінің достарын әп-сәтте сатып кететінді. Кезінде Арменияда осындай жағдай болды. Арменияда Ресейдің қойған адамы, сол Саркисян деген, бұған халыққа қарсы шыққанда Ресей одан бас тартты. Және Пашинянды қолдап шыға келді. Ал енді халықтың арасынан, сол митингтің арасынан көшеден келген Пашинян демократиялық ұрандармен өте қысқа мерзімде сол ресейшіл саясатты ұстанып, демократиялық ұрандарын ұмытып кеткен саясаткерге айналды. Жаңа досаға айтып отырсыз, ең алғаш жаңағы Лукашенконы тырнақша алғанда жеңісімен құттықтағандардың арасындағы алғы шебінде сол Никол Пашинян болды. Қайта бірталай айырмашылығы да, яғни Путин кез келген елдегі оппозициямен де сол өзі баптап, өздері өсірген жұмыс істеуге әзір. Оны талай рет көрсетті. Сондықтан Белоруссияда жаңа қазіргі оппозиция дегені билік басына келген күннің өзінде
қаншалықты Беларусь шын мәнісінде Ресей құрсауынан босаған тәуелсіз мемлекет болады, үлкен күдікпен қарауға болады. Әсіресе бұның экономикалық, шаруашылық, басқа да жағынан Ресейге қарап қалғандығы, тәуелді жағдайда болғаны. Беларусьтің өз ішінде ұлттық телеарналарын көптеген адам қарамайды. Бұлар Ресейдің РТР-ін, НТВ-сін қарайды, Ресейдің сериалдарын қарайды, ресейлік менталитетте ойлайды. Сондықтан әлі де бұл жерде шешетін мәселелер өте көп. Алайда мен бір нәрсеге көңіл бөлейін деп едім да, осы Белоруссиядағы осы толқыныс кезіндегі зиялы қауымның рөліне. Зиялы қауым ең қызығы, мысалы Нобель сыйлығының лауреаты Светлана Алексеевич атақты жазушы, Олимпиада чемпионы 4 дүркін Дарья Домрачева бар. Сосын ұмытпасам, 10 шақты жеке жаңағы мемлекеттік телеканалдар бар ғой бұлар. Солардың бәрінің жаңағы билікке мынаны қою керек, тоқтату керек деген мәселеменен шығуы, бұл да Қазақстаннан бір ерекшелігін көрсетіп тұр да. Біздің зиялы қауым әлесімде өткен сайлауда, ұмытпасам 24 сәуір әлі кандидаттар тіркеу біткен жоқ. Жаңағы ақын жазушылар мен термешілердің халықаралық одағы жиналыс жасап, біз Тоқаевқа даусымызды береміз деп жаңағы үндеу қабылдады ғой. Әлі жаңағы түсетін кандидаттардың бағдарламаларын салыстырып көрген жоқ. Қайсысы осы айтысты қолдайды екен, қайсысы бізге жағдай жасайды екен, қайсысы қазақтың ұлттық құндылықтарын көтереді екен деген мәселеге қараған жоқ. Олар Тоқаевқа дауыс береміз деп жатыр да. Одан кейін ұмытпасам жазушылар одағы да дәл солай қылды. Соған қараған уақыттарда Белоруссиядағы зиялы қауымның не дейміз, билікке өзінің сөзін айта білетініне мен риза болдым. Әңгіме ең қызығы, мен жаңағы айтқаннан кейін үндемей қалатындар бар. Бізде көбінесе зиялы қауым үндемей қалады, айтайсың. Не саған емес, не маған емес, қорқам, үндемей қалады. Менің ойымша ең қорқынышты осы бейтараптықта. Онан да, мен билікті жақтаймын, мен Назарбаев жақтаймын деп ашық айтқан, ол Құдайға шүкір деп айтуға болады да. Бізде үндемейді. Бізде еш нәрсе айтылмайды. Соған қараған уақыттарда Белоруссиядағы зиялы қауымның халыққа қолдау жасауы, халықтың бағытын қолдауы, халыққа араша түсуі, мен ойымша бұл да бір үлкен ерекшелік сияқты. Содан кейін тағы бір айта кететін нәрсе, кейбір нелер, бұқаралық ақпарат құралы тағы біреулер бұны көтеріп жатқан әлеуметтік мәселе, экономикалық мәселе дегенде саятта коронавирус тағы басқа. Ол шындығында да бар, жұмыссыздық, жалақының аздығы, коронавирус деген сияқты бар шығар. Бірақ мен ойымша бұл жердегі халықтың көтергені өздерінің дауыстарын ұрланғанын көрді да. Бұлар әділдік үшін, әділ сайлау үшін ғана көтерілді. Керек десеңіздер, Тихановскийді да былай қалдырайық. Әңгіме олар Тихановскийді қорғаймыз деп көтерілген жоқ шындығында. Олар өздерінің дауыстарын ұрланғаннан кейін сол дауыстарын талап етті да, былайша айтқанда, ашық түрдегі. Сондықтан менің ойымша, және сен айтып кеткенің дұрыс, ең басты мәселесі бұлардың мәдениетті түрде шығуы да. Біздің ең қорқатынымыз аглохратия дейді ғой жаңағы. Тобырдың далаға шығуы, тобырдың революция жасауынан мен өз басым шындығын айту керек, өте қорқатын мәселемнің біреуі. Сондықтан бұлардың мәдениетті түрдегі жасаған, менің ойымша, енді үнсіз шайтан дейміз ғой, мәдениетті түрде биліктің ауысуына әкелсе екен деген тілегім бар менің. Енді мен тағы әңгімеміздің соңына қарай оппозиция жағын шолып өткім келіп отыр. Себебі енді қайта салыстыруға болады. Көп жылдар бойы Қазақстанда да, Белоруссияда да түсінікті себептермен оппозиция, балама ойдағы саясаткерлер толықтай кешен түрде жаншылып, қысымға ұшырап келген болатын. Бірақ соңғы оқиғаларда Беларусьтағы оппозиция деп атауға болатын болса, менің ойымша енді көңілден шығатын жағы бұл ұйымшылдығы. Рас, қазіргі көтерілісті, қазіргі стихиялы қозғалыстарды бастап отырған оппозиция өкілдері кем деген. Бұл халықтың өзінің наразылығы, өзінің шыққаны. Себебі сайлау науқаны кезінде сол үш негізгі үміткер, жаңағы айтқан Цепкаланы, Бабариковны және Тихановскийді екеуін түрмеге салды, үшіншісі шетелге қашуға мәжбүр болды. Амал жоқтан Тихановскийдің әйелі осы додаға түсті. Бұл бір жағы мәселенің. Бірақ сол Тихановский оппозицияның атынан шыққанда, кәдімгі домохозяйка ғой, үйде отырған. Бұған сол Беларусьтың өзінде қалған балама ойдағы саясаткерлер, оппозиция өкілдері біреуде қарсы шыққан жоқ.
біреу де оны қаралап шыққан жоқ, біреу де оған бойкот жариялаған жоқ, шама шарқынша көмектесті я болмаса үндемей отырды. Бірауыздылығы менің ойымша бұл тұрғыдағы, бізбен салыстырғанда қайта бір жылдық бұрынғы оқиға кезінде сол оппозиция бір-бірінен жаға жартысып, бір-бірін көре алмай, сол оппозицияның өкіліне өздері ең алдымен қарсы шығып, биліктің өкілі жолда қалып, бұл салыстырма келгенде оқиғалар бір жағы, және екінші жағы менің ойымша қайта Тихановскаяның өзі мәжбүрлі түрде оны да түсінуге болады, әсіресе әйел адам осындай мәмілегерлік мәлімдеме жасағанда оны қайта айыптап ешкім шыққан жоқ, оны жаңағыдай қаралап, оған жаңағыдай күйе жағып қайта ешкім жатқан жоқ. Ауыз жаласып кетті, билікке сатылып кетті деп қайта оның күні емес, жаңа досаға мен толықтай келісем, менің даусым ұрланды, менің азаматтық құқығым мүддем жерге тапталды деп ұйымдасып қайта алдымен 5 мыңдай шықты, содан кейін 10 мыңдай, кеше 200 мыңнан аса адам шықты. Бұл да меніңше осы қоғамның, азаматтық қоғамның қалыптасып келе жатқаны. Тек қана мәдениеттілігі емес, сол рухы, бірлігі, ұйымдасуы меніңше бұл да бір белгілі бір сабақ шығаратындай жағдайлар. Енді менің ойымша тағы бір мәселе қалып бара жатыр. Енді бұл мүмкін жеке бізге жеке бір тақырып есебінде талқылайтын шығармыз. Бұл алғаш рет 30 жылдың ішінде қазақ ұлтшылдарын сотқа беру ма, прокуратураға беру ма болды. Маған көптеген жаңағы не дейді, бұқаралық ақпарат құралдары журналистер телефон соғып жатыр. Мен енді сол бір-ақ ауыз сөзімді айтып кетейін. Өйткені біреулер коммунистік партияны жамандауға кірістік, енді сынауға кірістік та. Коммунистік партия баяғыда өйтті, бүйтті, сөйтті деп. Әңгіме менің ойымша бұл жерде олай емес. Әңгіме бұл жерде біз құқықтық мемлекет деңгейіне келейік та. Егер олар ұлтшылдар осындай десе, дәлелдеп, бәр нәрсені көрсетсін, не істегенімізді, біздің не бүлдіргенімізді, жаңағы Боранбай не бүлдірді, басқалар не бүлдірді. Егер ондай болмаса, мен ойымша коммунистік партияны жала жапты деп соттау керек сияқты. Менің прокуратураға айтатын сөзім да. Әрине, жаңағы олардың бір енді жаңағы парламент тұтқан адамдар ғой, фракциясы бар өздерінің. Сондықтан олар өздері прокуратураға берген уақытта белгілі бір деректерін қоса жарияласа екен. Егер жарияламаса, менің ойымша прокуратура соттау керек, не болмаса біз оларды сотқа беруге тура келейді. Менің ойымша Қазақстанда бұл болмаған жағдай болайын деп отыр. Шындығында бұл белгілі бір арнайы жасалған биліктің қадамы сияқты. Себебі өткен сайлауда негізінен жұмыс жасаған қазақтың ұлтшылдары қазақтар болды, сайлаушылар негізінен. Демек, олардың аузын жабу керек, оларды саяси аренадан шығару керек. Сондықтан менің ойымша осындай қадамға барып отыр, және соны рөлін жаңағы Қазақстанның коммунистік халық партиясына берді. Мен ойымша бұны осылай қоя салуға болмайтын сияқты. Себебі қазақ ұлтшылдарына жағылған жаба бұл қазақ халқына жағылған жаба. Егер біз осы жерде олардың уәждерін тыңдап, оларға жауап беріп, өзіміздің дұрыс екенімізді білдірмесек, мен ойымша өте ыңғайсыз жағдайда қалдыру керек та коммунистік партияны және олардың осы іс-әрекетке барған адамдарды. Келісемін досаға, өте өзекті, айғайлап тұрған және ауқымды тақырып, бәлкім бұған қосымша бөлек бағдарламамызда арнай жатармыз. Мен енді әңгімеміздің соңында тағы бір қысқаша ғана мәселе айтып кеттім болып отыр. Бұл мынау Ресейде вакцинаның коронавирусқа қарсы ойланып табылғанымыз. Меніңше бұл жерде қайта асығыстыққа барудың қажеті жоқ, себебі Ресейдің өзіндегі жетекші ғалымдар, медицина саласының мамандары осыны мысқылдап отыр, өздері тиісті комиссиядан шығып кетіп отыр. Бір жағы, екінші жағы, Ресей енді қазір технологиялық ғылыми тұрғыдан ең артта қалған мемлекеттердің бірі, санкциялардың құрсауындағы. Америка, Израиль, Жапонияның ғалымдары қол жетпеген нәрселерді бұлар жоқ жерден шығара салғанына мен үлкен күмәнмен қараймын. Және Ресейдің жаңағы вакцинасын енді Қазақстанға алып келеміз, осы жерде қолданамыз, осы жерде сынаймыз дегенге мен асығыстық танытпауға шақырар едім, үндер едім. Бұл өте қауіпті дүние. Мен де үлкен бір күдікпен қараймын. Шынымен бұл вакцина ма, әлде кезекті көз бояушылық па Путиндік Ресейдің. Сондықтан осы мәселеге де мен тиісті, бұл адам денсаулығы мәселесі, бұл біздің амандығымыздың мәселесі. Осындай жағдайға мен біздің сол салаға жауап беретін құзырлы мекемелерге бір алтын сырға ретінде айтқым келіп отыр. Ал енді досаға, осымен біз бүгінгі әңгімемізді
тамамдасақ, әдеттегідей келесі аптада біз шығып отырамыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, құрметті көрермен, жолдай отырыңыздар. Біздің әңгімеміз ұнаса лайк басып отырыңыздар. Әзірше сіздермен бүгін бірге болған Дос Көшім және мен Расул Жұмалы. Келесі аптада амандық болса көрісерміз. Сау саламатта болыңыздар.